Өздеріңізбен екінші сабағымда жүздескеніме қуаныштымын. Бүгін біз түсірілімді ұйымдастырумен қоса бірнеше тақырыпты сөз ететін боламыз. Түсірілімді ұйымдастыру дегеніміз біраз еңбекті қажет ететін маңызды шаруа. Бұған түсірілімнің өзінен де көбірек көңіл бөлу қажет. Себебі жаңадан бастаушы режиссерлердің жиі қателесетіні түсірілімнің дайындығына аз уақыт бөлетіндігінде. Сол жерде көреміз дейді де, сонан соң тап түсірімде қым-қуыт жағдай орын алады. Ал оның ақыры жанжалға ұласады. Сондықтан әп дегеннен жақсылап дайындалу керек. Бәрінен бұрын түсірілімнің дайындығына көп көңіл бөлу қажет. Актерлермен сөйлесу, түсіретін жер іздеу. Қысқасы, түсірілімге кірісу үшін жақсы дайындық қажет. Сонымен, түсірілімнің стилі мен динамикасы. Стиль тек өзіңізге ғана тән нәрсе. Бұл сіздің жазуыңыз сияқты. Түсірілімнің өзіндік стилін қалыптастыруға тырысыңыз. Бәлкім сіз динамикалық фильмді ұнатарсыз. Қызықты және шапшаң өзгерістер көбірек ұнайтын болар. Мүмкін сіз меланхолик адам шығарсыз. Сізге салмақты музыка, салмақты бейнекөрініс, эстетикалық кадр көбірек ұнайтын шығар. Осыны анықтап алу қажет. Әрбір адамның өзіндік стилі болуға тиіс. Оны алғашқы кезеңнен бастап анықтап алған жөн. Сондықтан өзіңіздің стиліңіздің, өзіңіздің тәсіліңізді қалыптастырыңыз. Сондай-ақ, түсірілім динамикасы да дәл сондай болады. Яғни сіз қандай динамикада түсіргіңіз келетінін түсініп алуыңыз керек. Соңында қандай нәтиже алғыңыз келетінін ұғынғаныңыз абзал. Егер динамикалық ролик шыққанын қаласаңыз, онда монтаж кезінде машақаты аз болу үшін түсірілім кезінде шапшаң қимылмен түсіру қажет. Бұдан әрі бізде референс. Референс дегеніміз бейне түсірілімнің үлгісі. Сіз оған үнемі жүгінетін боласыз. Өзіңізге қызықты ролик тауып алыңыз. Ұдайы өзіңізді жетілдіруге тырысыңыз. Бұл сала үнемі дамып отыруды талап етеді. Мұнда мүлдем тоқтауға, бір ғана бағытпен жүре беруге болмайды. Үнемі жаңа бірдеңені зерттеп, біліп отыруыңыз керек. Локациялар мен ауа райы жағдайы. Локация дегеніміз сіздің кезекті ролигіңізді түсіретін жер. Ол әдемі фактуралы қабырға, әдемі саябақ, сквер, арбат, парк, қараусыз қалған ғимарат болуы да мүмкін. Осының бәрі сіздің қоржыңызда болуы тиіс. Қалаңызды аралап шығыңыз, қандай қызықты жер барын қараңыз. Оны өзіңіздің ролигіңізде пайдаланыңыз. Бұдан әрі ауа райы жағдайын қарастырамыз. Кейбір жігіттер күн бұлыңғыр болса ештеңе түсіруге болмайды деп ойлайды. Жоқ. Бұлыңғыр ауа райы нағыз киноға арналған кадр. Ең қызығы осында. Күн жоқ кезде жарық барлық жерге бірден түседі. Сондықтан сізге қосымша құрал жабдықтың қажеті болмайды. Сіз сол сәттегі табиғи жарықты пайдаланып түсіре беруіңізге болады. Ал біз үшін ең қолайсыз нәрсе күндізгі жарық. Тіпті қазір біз ролик неғұрлым әдемі болып шығу үшін таңертең ерте түсіріп жатырмыз. Содан соң назар аударыңыз. Біз аптап ыстықта немесе күндізгі жарықта мүлдем түсірмейміз. Ол қызықты көрінбейді. Ауа райы астан-кестең болып жатқанда, мысалы, найзағай жарқылдап, жаңбыр жауып, нөсер құйғанда, күн бұлыңғыр кезде, бұлтты кезде түсірген әлде қайда қызықты. Бұндай ауа райы түсірілім үшін өте қолайлы. Енді қатысушыларды талқылайық. Қатысушы адамдар олар актерлар. Олар біздің сәнгерлеріміз. Кескін келбетті ерекше адамдары таңдауға тырысыңыз. Мысалға, көрікті сәнгер. Әрбір тұлға өзіне лайық болуға тиіс. Яғни сіз тартымды актер таңдасаңыз, әсем сәнгер таңдасаңыз, онда сізге оның кім екенін айтудың қажеті жоқ. Оның түр тұлғасы кім екенін өзі айтып тұрады. Осыны естеріңізге сақтаңыздар. Құрбыңызды, досыңызды түсіруге тырыспаңыз. Бұған өте мұқият қараңыз. Түр сипаты ерекше адамды табуға тырысыңыз. Онымен сөйлесіңіз. Оның ой пікірі болуы мүмкін. Жарай ма? Ол адам түсінуге, түсіндіре білуі тиіс. Яғни ол сіздің не түсіргеніңізге байланысты. Егер сізге тек сәнгер ғана керек болса, онда сұлу бойжеткенді тауып алып, түсіре беруіңізге болады. Сонда сіздің ролигіңізге өте жақсы баға береді. Актеріңізбен үнемі сөйлесіп тұруға тырысыңыз. Егер сіз мысалға қысқа метражды ролик түсіретін болсаңыз, онымен көбірек сөйлесіңіз. Ол туралы көбірек білуге тырысыңыз. Оның сөйлесу мәнерін біліңіз. Сондықтан қатысушы адамдармен жұмыс істеуде өте маңызды.
Түсірілім уақыты. Түсірілім уақыты ең қызықты. Менің ең жақсы көретін тақырыбым. Түсірілім уақыты әркімде әрқалай. Менде мысалға таңертең немесе күн батқан кезде. Бұл уақыт нағыз киноға арналған кадр. Сізге қосымша қорғанудың қажеті жоқ. Өйткені сіз табиғи қорғаныстың астындасыз. Айталық, таңертең ерте жарық, анағұрлым қою, көгілдір. Ал кешке күн батып бара жатқанда өте қызыл, әдемі түстер пайда болады. Таң мен кештің өзі бір ерекше, әдемі болып тұрады. Бұл өте әдемі көрініс. Енді біздің тағы да бір тақырыбымыз ол түсірілу құрал жабдығы. Бұл камераның жарығы. Оны штативке немесе басқа да бір нәрсеге орналастыруға болады. Сөйтіп өзіңіздің кейіпкеріңізге немесе түсіретін нәрсеңізге ыңғайлы жарық беруіңізге болады. Айтып өткенімдей, жарық маңызды элементтердің бірі. Ал бұл арзанға түсіретін түсірілім. Жарық беретін үлкен құрал жабдықты пайдаланатын аса үлкен көлемді жарық та болады. Ал мобильді телефон түсіріліміне осы да жеткілікті. Егер көшеде түсірсек, мынандай сәуле шағылыстырғыш пайдаланамыз. Сіз нысаныңызды күннен 90 градусқа түсіресіз. Онымен қоса, күннің жарығын сәнгеріңізге немесе нысаныңызға бағыттайсыз. Мынау мобильді микрофон. Sennheiserді. Микрофонды түсіретін актерге қыстырамыз. Сосын оны өзіңіздің мобильді телефоныңызға қосасыз. Сөйтіп, мобильді телефоныңызға түсіре бересіз. Егер ол сұхбат болса, онда сұхбатты оп-оңай телефоныңызға жазып алуға болады. Бейне мен реквизиттер. Бұл біздің бүгінгі сабағымыздың соңғы тақырыбы. Бейне өте қызықты сабақ. Мысалы, егер сіздің қызықты бейнеңіздегі досыңыз немесе сәнгеріңіз болса, яғни айталық, шаман бейнесіндегі немесе қоймадан алған қызықты реквизитіңіз болса, онда оны ролигіңізде пайдалануыңызға болады. Бізде қызықты реквизит көретін жағдайлар жиі болып тұрады. Сол реквизиттің көрінісінде біз қызықты ролик түсіруге тырысамыз. Сондықтан қаперіңізде жүрсін. Маңайларыңыздан қызықты реквизит көрсеңіз, пайдалануға тырысыңыз. Бүгінгі сабақ аяқталды. Біз ең өзекті тақырыпты білдік. Үй тапсырмасы. Шағын түсірілім ұйымдастырып көріңіз. Сіздер үшін бұл сабақ қызықты әрі тартымды болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше.